сәлем. Бүгінгі влог бізде қазақша болады. Сағат қазір бізде 9:30. Мен қазір жұмыс жасап жатқан жерім ол тамақтармен связаны. Мен ол жерде ісім болып жұмыс істеймін. И маған продукты беріп жүрген. Қазір сіздерге көрсетемін. Барлығын алып шықпай қояйын. Мысалы, бауырсақтың дайын қамыры. Осының бәрін мен түсіріп, видео салуым керек, рилстар. И маған осылай продуктылар беріп жерді. Мен үйде жатқанына, бұлайлардың үйде жатқанына 3 күн ба, 4 күн ба болды. Видео түсірілген жоқ. Видео түсіруім керек. Потому что жұмыстың аты жұмыс. Барып дүкеннен керекті продуктыларды алдым. Лавровый лист, приправалар, бізде укроп для пельменей, сметана, лук, зелень, пияз, картошка и сәбіз алдым. Сосын бұл жерде бізде коммент алғам, губка алғам, және де сабын алғам. Бұның бәрі бізге 4000 теңгеге шықты. Собранными волосами, потому что я готовила. Это наши ободки с Нового года. Вот, пельмешки уже готовы, сейчас будем их пробовать. Все, они готовы. И еще хочу поделиться с вами с классным лайфхаком, связанным с зеленью. Чтобы зелень продержалась надолго у вас в холодильнике, нужно положить его в такую вот емкость с водой. Всем привет! Сегодня у нас 24. Мы пришли в Акимат, чтобы нам поставили подписи на наши документы, на практику, вот. И сегодня мы их сдадим. Я утром легла спать в 7 утра, проснулась в 11, получается в 4 часа поспала. Устала я прям очень сильно. Но сегодня нужно все это сдать, и сегодня у нас оказывается брифинг. Не знаю, буду ли я участвовать или нет, но так. Вот. Но вечером хочу уехать в Шымкент. Рука идет. Нормально. Все, документы готовы. Сейчас иду их сдавать. Я телеграм каналымда екеуің бір-біріңнен тұрғыстарын уақыттыра отырасыңдар ғой дейді. Мен айтамын, бүкіл контентті бізде айдан жасайық. Біз соны керек фотоса отыра береміз. Біз практикамыз тапсырып шықтық. Қазір Эльнарға Глобалдан су алып барамыз. Өзімізге Аруға кофе ішкім деп жүр десем, алып берейін ба деп Ару угощает сегодня. Жаным. 2 күн болды армандап жүрмін деп айтқан ем. Алып беріп жатыр. Ална бізде Эльнарға. Қаниса қойсамыз. Ару ішпейді. Бізде Эльнар осы жерде жұмыс жасайды. А мы безработные десейді. Как всегда. Үйге енді ұйықтауға кетіп бара жатырмыз. Потому что біз таңда ұйықтадық. И азанда тұрдық қайттан сонымен ұйқы дұрыс болмады. Вот. Бүгін негізі брифингке бару керек болған, бірақ брифингке баруға шама жоқ. Фарап, мына жақта болып отыр, Фарапта. Иә. Үйге енді келіп демалып жатсақ, документтердің дұрыс емес деп практиканың документтерін қайтарып жіберген. Қайтадан GPT-мен бірге отырып жазып жатырмын енді. Мы сегодня в парке. Я приехала с Туркестана с Абдуллой. Вот. Сейчас он где-то там сидит. Вот. Абдулла мен Аружан жарысып отыр. Давай. Сен қазір қалуынан да. Мақыл, давай, тағы бір рет, тағы бір ударға жерем. Давай. Тоқта. Кете берем, ау мен? Қалай ма дұрсы? Мы вышли прогуляться. Смотрите, как красиво. Қалатып, да наш қазір.
Бұл бізде областной акимат. Мына жақта қандай әдемі болып тұр. Арукамен бірге шыққанбыз, жүріп магазинге барамыз. Единственный ашық магазин бізде Сити Плюс. Қазір сол жаққа барамыз. Это мы после пробежки до старт. Yeah. Всем привет! Это продолжение влога. Сегодня у нас 5 июля, уже второй месяц лета. Вот. Последние дни у меня было вот сложно после вот первого снятия видео. Я поехала в Шымкент дома, побыла немножко, вот приехала в Туркестан. Сегодня приехали родители, точнее мама с Абу-Бакира. И вот сейчас они мне оставили, привезли, точнее не привезли, а мы купили продукты. Смотрите, столько всего они мне купили. Я сняла анпакинг для своих подруг, показала их, дома нет, они все уехали к себе домой. Так что вот это все я сейчас буду раскладывать в холодильник. У нас в холодильнике, мне кажется, ничего нету. Да, у нас такой вот пустой холодильник. Видите, у нас тут уже ничего не осталось. Сейчас будем готовить с вами компот. Вот. Я хочу поесть немножко арбуз. Мен компотты өте қатты жақсы көремін. Прям алдын 2-3 күн бұрын істеген компотым уже қалмады осындай. Кішкене ғана қалды. Мята қосамыз, лимон қосамыз. Прям освежающий, свежий болып шығады. Мына өріктің көптігін көрдіңіздер ма? Бізге көршілеріміз бұны алып келіп берген. И өте көп әкеліп бергеннен кейін мен қатырып морозилке салып қойғам, компот жасаймын деп. И вот қазір сол компотты жасап жатырмыз. Негізі жуу керек. Өрікті мен өте жақсы көремін. Сол үшін компоты да өріктің күшті шығады. Тем более смородина қосылады. Маған алдыңғысын вишнямен жасағам. Қазір барып каркаде алып келу керек, потому что каркаде қоспасаң сары болып шығады да, и сары не аппетитный болады. Біздің компотымыз қайнады. Мен әлі каркадеге барған жоқпын. Каркадені біз полностью компот қайнап, дайын болған кезінде, бірақ әлі ыстық болған кезінде саламыз, каркадені қайнатпаймыз, потому что қайнатқан кезде оның горький дәмі шығатын болады. И осылай бетін жауып қоямыз. Уже астын так 3-тен бірге түсіреміз. Осылай бір тағы жарты сағат қайнаса, жарты сағат 20 минут, потом уже дайын болады. Влогты қазақша түсіріп жатқан есіме шығып кете береді. Мына жақта каркаделға барып келдім. И заодно купила бульдог. Бульдог жегім келіп жатыр қатты. Қазір дайындап, обед жасайтын боламыз. Үйді әлі жинап кеткен жоқпын. Жай істеп жатырмын. Күн деген өте ыстық. Қазір қанжар қосып қойғам. Каркаде алдым. Каркадені қосатын. Ойбай. Так. Уже астын өшірдім. И қосамыз кішкене. Магазинге барып келем дегенше қатты суып кеткен екен. Так что кішкене астын тағы бір қайнатып алып 5 минуттай қайта өшіреміз. И алдынан бері қалап жүрген нәрсем ол коланы лимонмен ішу. Осы қазір кола алып келдім. Хотя мен қазір кола ішпеймін деп жүргем. Сол үшін басқа соктарды компот дайындап қойып жатырмын. Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін бізде 7-сі. И мен магазинге бара жатырмын. Сағат уже обедке уақыт. Бүгін мен 5:30-да тұрдым. Қазір душтан шықтым, үйде қыздар жоқ. Постматтың заказдарым келген, соны алуға барамыз. Все, я забрала свои заказы. Точнее, заказдарымды алып, қайтып жатырмын уже. Мен постматтан барып, тапсырыстарымды алып келдім. Мен влогты орысша, қазақша түсіріп жүргенді түсініп жатырмын. Бірақ та пока үйренбегенше тоқтай қазақша түсіргенге осылай бола берсін. Шашым су болып шыққан еді. Қарасаңыздар, кеуіп қалды ғой. Дәмін көрейін деп тазайдың энергетикін алдым. Негізі мен энергетик ішпеймін, потому что менде энергетикқа аллергия бар. Гориллаға менде вообще прям андай аллергия. Көп ішсем сразу
басқа энергетикаларды мен негізі ішпеймін да. Маған недавно подругам айттым, мынаның дәмі күшті деп, чайға ұқсайды деді. И маған қызық болып кетті, қалай энергетиканың дәмі чайға ұқсайды деп. И тем более көбісі ішіп жүр, сосын дәмін көргім келіп жатыр. Иісі, как обычный энергетик. Дизи мен горилланың қосындысы. Просто Дизи мен горилланың қосындысы. Как будто екеуін қосып істеген сияқты, жасаған сияқты. Қазір бізде анпакинг болады. Мен алған заттарыма компактный, кішкентай, порядкамен жасайды екен, түсінгенім бойынша. И насадкалары бар мына жерде. Осындай вот ирригатор. Дұрыс кигізбедім ба, сындырып алдым мына шетінен. Сосын бізде бұл скребок, кремге арналған. Біз бір үйде 3 қыз тұрамыз. Үшеуміздің де шашымыз осындай ұзын. Үшеумізде күнде укладка істейміз. Үшеумізде шашымызды жайып жүреміз. Сол үшін примерно түсінетін шығарсыздар кремде қандай шаш жататынын. Потому что мен мысалы үйде, Шымкенттегі үйімде мен болмасам, полдар постоянно тап-таза болады, потому что үйде мен ғана шашым жайып жүремін да, потому что басқалардың бәрі орамал тағады, жеңгем платок тағады, бәрі платок тағады, и шаштары жинаққа жүреді. Мен ғана шашым жайып жүремін, и үйде мен болған кезде сразу лестница полдарда шаштар жатады, мен болмасам тап-таза. Осындай скребок, кішкентай 180 теңге ма, 200 теңге ма тұрады. Украшенияларымның бәрін жоғалтып алғам. Дым украшениям қалмаған, білесіздер ма? Вообще украшение жоқ. Осындай А деген әріпмен ұнайды, осындай нәрсе жақсы көремін таққанда. Қазір мен енді видео түсіруге дайындалып боянуым қажет. Видеоны түсіріп біттім. Видеода мен өзімнің универім туралы айттым. Универ туралы видео түсірдім. Ол видео уже шығып қойған шығар, влогтың алдында оны салғым келіп тұр. Видео шықты, и просто мен қазір өзімнің макияжыма ғашық болып жатырмын. Күшті шыққан сияқты. Өзім қуанып отырмын, не знаю, почему бүгін настроением күшті болып тұр. Хотя ештеңе болған да жоқ. Өзінен өзі наконец-то менде бір ұзақ уақыт мүлдем көңіл күйім болмай жүрді. Мен ештеңе қалмай, ештеңе істемей жүрдім ұзақ уақыт бойы. Бүгін менде прям осындай настроение болғанда өзім қуанып тұрмын. Осылай күліп, осылай макияж жасап, бір әрекет жасағаныма. Вот. Осылай. Вот. Қазір енді жұмыс жасаймыз. Мен контент план жасауым керек. Контент план жазып, жұмысты атқаратын боламыз. Пикни болып кеттім ба? Бүгін бізде кітап талқы болды. Осы 1465 мейрамханасында бір атаның балдары кітабын талқылады. Уже қайтып бара жатырмыз. Всем привет! Сегодня у нас 14 число. И мы сегодня с девочками едем в бассейн. Я с начала лета, уже прошло половина лета, еще не купалась, и мы с девочками решили сегодня сходить в бассейн. Сегодня понедельник, и в понедельник там только женский день, и кроме девочек там никого нет. И по этой же причине мы выбрали этот день и именно этот бассейн. Вот. Я уже накрасилась, хотя такого смысла нету, да, краситься в бассейн, но все-таки захотелось. Вот, сейчас высушу волосы, и мы уже будем выезжать. Поедем мы с Эльнарой и Сезем. Руки нету, она уехала в Кызылорду. Мы уже выехали из дома, приехали на работу к Эльнарке. Сейчас отсюда выедем уже в бассейн. Смотрите на цветочки. Это подарили одной из девочек, которая работает в офисе. Как красота. Ну, что за прелесть. Такие красивые. Мы уже приехали. Мы, короче, заняли этот стол. Людей очень.
людей очень много прям. Но только женщины, это прям радует. Еще здесь шашлык. Да, мы хотели купить шашлык, но его нет. Еще тапчанға отырғанбыз келмейді. Бұл влог в целом түсініксіз болған шығар, себебі мен өзіме қазір түсініксіз болып тұр. Мен не түсіргенім, не түсірмегенім, қай күн түсірілгені есімде емес. Кеше біз қыздармен бассейнге бардық. Бассейнге мен бірінші рет бардым. Осы жаз басталғалы бері жаздың жартысы өтті. Бұрында мен үйде болған кезде біздің үйде өзіміздің бассейніміз бар. Постоянно үйде бассейнге түсетінбіз. Жазда күнделікті. Күніне 3 рет түсесің ба, 2 рет түсесің ба, өзің білесің. И мен сол нәрсеге үйреніп қалғаннан кейін мен қатты бассейнді сағындым жазда. Кеше бардық. Түркістанда бізде бассейндер көп емес та. Өзі бір-екеу ғана бар шығар, танымал, және де условиясы жақсы. Бірақ ол жерде де адам өте көп. Бізде мысалы Шымкенттің ары шықсаң Ақсу бар. Мысалы мен өзім туып өскен жер, сол жерге баратынбыз. Ол жерде бізде бассейндер өте көп. Шымкенттің өзінде де өте көп. Ал бұл жаққа келдім. Бұл жақта бассейндер жоқ та. Біздің кеше барған бассейніміздің өзі осындай кішкентай ақ. Ол жерге біз не себеппен бардық? Біздің барған себебіміз ол чисто женский день болғаны үшін. Ол жерде кешегі күні тек қыздар, әйел адамдар ғана кіре алатын еді. Сол үшін де бардық, потому что бәрібір де еркек адам болғаннан кейін бассейнде некомфортно, да, сен купальникті мен бәрібір купальник кигеннен кейін суды сезінгің келеді, ал жабық купальник кисең, мысалы буркини кисең, сен суды сезінбейсің, да. Мен мысалы до этого егер бір жаққа баратын болсақ, буркини киетін, полностью жабық. Мен уже өзіміздің үйдегі бассейнге баратын кезде ашық купальник киесің ғой, үйде болғаннан кейін. Менде ашық купальниктер, ол купальникпен мен общий бассейнге бара алмаймын, да, потому что слишком ашық купальник мен үшін. И женский дегеннен кейін күшті ғой деп біз кеше барғанбыз, бірақ та плюсы сол еркектердің болмағаны болмаса өте нашар деген баға қояр едім. Егер тугис болса мен отзыв жазып кетер едім, надо ұзын қылып ше. Потому что реально это того не стоит, если честно. Потому, во-первых, ол жерде жейтін тамақ болған жоқ. Фастфуд қана бар, тем более фастфудты бізге заказ берсеңіздер 2 сағаттан кейін шығарып береміз деп. Представляете, 2 сағатта 2 сағатта ас-ауқат дайындап бересің ғой. Сен мысалы да адамға 2 сағатта фастфуд бізге дайындап береміз деді. Сондықтан біз біз тамақ алған жоқпыз, чипсы алдық. И тем более сырттан заказ беруге болмайды деді. Өздерінде тамақ дайындалмайды, ыстық тамақтар, мысалы. Біз шашлык жегіміз келіп барды. Мен шашлык өте қатты жегім келді. Сол үшін бардық. Біз ол жақта тапқан жоқпыз да. И біз айттық, можно мы закажем сырттан келсін, біз сырттан алып жейікші дедік. Им сказали, что нельзя, болмайды деді ғой. И біз 2 сағаттай шомылып, сыртқа шығып, басқа жерден тамақтандық. Бірақ енді барған жеріміз өте күшті болды. Тәтті шашлык, балық жеп қайттық. Но кішкене көңілің түседі. Түркістан уже дамып келе жатыр деп айтасың, бірақ та элементарный база отдыха ретінде сен бассейн таппайсың. Жазда нормально шомылатын, барған жерінде сенде обслуживание не очень болады, точнее обслуживание ол жақта болған жоқ. Адамдар клиенттермен қай диалог құруды білмейді, во-первых, білмеймін, өзім туризмде оқығаннан кейін ондай нәрсеге қатты мән бересің, да, өзің соны оқығаннан кейін ба, білмеймін, немесе жақсы нәрсеге үйреніп қалғаннан кейін адам жақсы нәрсе требовать етеді. Ол уже заманның талабы, адамның талабы, сенің өзіңе деген талап. И мысалы екінші рет мен ол жерге өзімнің құрбымды алып бармайтын ем, ешкімге де бар деп кеңес те бермейсің, да. Егер де жақсы жер болса, сен әрине екінші рет барасың, жаз бітіп қалмайды ғой бір барғанмен. Екінші ретте, үшінші ретте, келесі аптаның понедельнигіне де баратын едім. Себебі еркектер жоқ жерде шомылу вот это одно удовольствие, да, бір өзінің рахатына шомыласың, артық бір взгляд жоқ, артық сөз жоқ, ой жоқ деген секілді. Рахат тек әйелдер ары жақта, кішкентай қыздар, кішкентай үлкен әйел, чисто женская компашка ғой, енді күшті шомылып қайтасың, да. Ал ондай нәрсе болмаған кезде, мысалы енді Шымкентте бізде ондай болмайтын, ондай жоқ еді, да, чисто қыздар баратын.
и ондай жерде жүру уже сәл некомфортно, уже жабық купальник кимесе мен үшін өзім некомфортно болады, и тем более бізде ондай жерде жібере бермейді. Мен әкем ұнатпайтын біздің бассейнге барғанымызды. Вот. Бірақ қазіргі последний 3-4 жылда бізде өзіміздің үйде бассейн болғаннан кейін біз бассейнге де бармаймыз. Үйде бассейнге шомылатынбыз постоянно. И мен осы жылы үйіме қайтқан жоқпын. Үйіме қайтқан жоқпын дегенде мен Шымкентке бармағаныма біраз уақыт болды. Уже қашан бардым соңғы рет? 2 аптадан асып кеткен шығар, 2-3 аптадан. Мен соңғы рет барған кезде бассейн қосылуы емес. Енді қосылып, фильтр қосылмаған еді, сондықтан мен бассейнге түсе алмағанмын соңғы барған кезде. И мен қазір де бара алмаймын. Мен жұмысым басталып кетті. Шынымды айтсам, соңғы уақытта өмірім қатты қарқынмен жүріп жатыр. Мен өзім оның жетесіне жете алмай жатырмын да, несіне, ритмына үлгермей жатырмын. Я не успеваю. Бір апта бұрын болған нәрсе қазір жоқ. Қазір жоқ нәрсе бір аптадан кейін болып жатыр. Андай кішкене взрыв мозга болады менде, күнде бәрі әрекет жасасам, шүкір Аллаға деймін. Шүкіршілігім қатты артты. Қатты қалай? Я, короче, очень сильно благодарна за то, что менде осындай возможностьтер бар, и мен просто ол үшін жай ғана бір есе жасауым керек та. Менде оны мен құрбыларым да айтады, ол менде ғана емес, сіздерде де сондай, ол бүкіл адамзатта сондай. Алла тағала әрекет жасасаң, сол әрекетке саған бірдеңке береді. Ол всегда мен айтады, мен даже 11-ші класста видео түсірген кезде ұбт туралы мен айтқам. Сен әрекет жаса, сен егер талпынсаң бірдеңке істеп, грантқа түсем деп, немесе шетелге түсем деп әрекетін жаса, дайындал істе. Сен соңында соған бәрібір Алла тағала апарады. И менде қазірге дейін сондай. Менде осы бір 2 ай бұрын менде бір сәл тяжелый период демей-ақ қояйын, енді сәл қиын бір нәрсе болды мен өзім жеке өмірімде. И мен сәл қиналып қалдым өзімді. Мен өзім қиналған кезде мен өзімді жұмысқа беріп тастаймын да, постоянно. Мен бұрын осы жұмыс істегелі менде сондай болды. Осы уақытқа дейін, мысалы, жұмыс істемей тұрып, мен қиналсам, мен страдать етіп үйде жата беретін. Жұмыс істеп бастағаннан кейін мен уже өзіме айтам, жоқ, Айдана, я тебе не позволяю страдать, я тебе не позволяю плакать или лежать целыми днями дома деп, мен өзімді қинап жұмысқа апаратынмын да. И жұмысқа кіргеннен кейін сен жұмыста уже жұмыстан артық ештеңе ойлана алмайсың да. Мысалы, акиматта жұмыс істегенде мен азынан кешке жұмысқа кіріп кетем, жұмыстан келемін де тағы жұмысты ойлаймын, түсіме жұмыс кіреді, жұмыс деп жүрдім да. Бірақ менде выгорание болды, оның себебі басқа болды. Мен осындай драма queen адаммын ғой енді. И мен жұмысым жоқ, акиматта жұмысым тоқтаған жоқ. Мен қазір де жұмыс істеп жатырмын ол жақта. Бірақ басқа проект алдым. Ол проекттің алым себебі де менің және айтқан бір проблемам болды да. И мен сол кезде қатты өзімді білдім. Мен өзімді тастап қойсам, мен целыми үйде жата беретінімді, өзім тастап қойсам, мен қиналып қалатынымды білдім да. И сразу жұмысқа кіріп кеттім. Жаңа проект алдым да, жаңа проектіме кіріп кеттім. Бірақ та сол нәрсені шығармағанымның ба бір лебі десем болады, пары қазір шықты. Қазір емес, осы бір апта бұрын шықты. 2 апта бұрын мен үйден шыққан жоқпын. Үйден шықпай бастадым. Мен еш жерге шықпайтын болып кеттім. Мен үйде жата беремін. Представляете, мен бір аптадан аса 10 күндей ма үйден шыққан жоқпын. Осы бір комната бар ма? Түнде максимум қыздармен барып магазинге барып келем, болды. Максимум мен шығатын жерім осы бір 100 метр шығар, магазин бар, сояққа барам, болды, кірем. Магазинге барам, ішетін нәрсемді алып келем, жейтін нәрсемді алып келем да, үйге кірем да, жатам, ұйықтаймын, болды. Менде еще графигім өте қатты бұзылып кетті. Мен түнгі 12-де тұрам, қыздар түнгі 12-де жұмыстан келеді. Сол кезде мен тұрам, сөйтіп обедке 2-де жатам, 2-де 12-де ұйықтаймын да, қайтып түнгі 12-де тұрам. Күні мен түнім былайша айтқанда ауысып кетті. Мен білдім, мен үшін бұл өте вредно ғой енді бұл нәрсе. Бірақ та Айдана, саған бұл нәрсе керек еді ғой дедім да, потому что мен алдыңғы кезде өзіме рұқсат берген жоқпын.
жылауға рұқсат берген жоқпын, не істеуге, потому что болмайтын еді да. Ол бір адам өзін тастап қойса, тастап кетеді ғой енді. Сосын өзіме рұқсат бермеген нәрсені осы 2 апта бұрын рұқсат бердім. Ол состояниеден шыққаныма 1 апта болған шығар. Қазір осы влогты түсіріп бастағанның кезде уже более нормально болып, адамға тарына қосылып, графигімді түзулеп, уже қазір таңда азанда тұрып, уақытылы 7-де 8-де тұрам. Сөйтіп жүрмін, енді шүкір, қазір жұмысқа кіріп жатырмын. Менде қазір стажировка болып жатыр. Қазір айтпаймын енді қай жаққа кіріп жатқанымды, но менде стажировка болып жатыр. Жаңа адамдар келіп жатыр өміріме, білмеймін қазір ол нәрсе бола ма, болмай ма, бірақ болып қалса мен күшті қатты қуанар едім. Бір күшті ұсыныс келді маған. Вот, егер де болып жатса, ол туралы да ютубтан білетін шығарсыздар. Мен ютубты, честно, өте қатты жақсы көремін да. Мен үшін ютуб бұл ең күшті нәрсе, менің өмірімдегі бір күшті нәрселердің бірі да. Мен инстаграм, тиктокты былай қатты жақсы көрмеймін, ютубты мен өте қатты жақсы көремін. Мен үшін бұл андай бір қара шаңырақ сияқты жер, өзім үшін өте қатты жақсы көремін. Сондықтан да бұл жерге мен всегда өзімнің со всей душой вкладываю все, что я делаю, хотя мен көп нәрсе істемеймін бұл жаққа. Вот, бірақ та алдағы уақытта бүкіл фокусымды ютубқа бөлгім келіп жатыр. Осы жерде жақсы нәрселер, жақсы контент түсіріп, ютубымды дамытқым келіп жатыр. Вот, қазіргі таңда бізде 738 подписчик каналымда. Вот. И менде цель ол мына камера. Мен осы камерамен ауырып жүргеніме 1-2 айдай болды. Чтобы вы понимали, менде последний 3-4 жылда ешқандай арман болмаған. Шүкір, мен армандарымның бәрін орындалып жүр, и андай бір goal болмады. Менде бір цель, мечта деген сияқты керек нәрсе, менде кішкене нәрселер болды. Киім алғың келеді, сумка алғың келеді, немесе там сондай мелкий покупкалар болды да. Оларды шүкір ала аласың, там ақша жинап ала аласың, ата-анаңнан сұрайсың деген секілді нәрсе ғой, олардың бәрін ала аласың. И менде қазір ондай күшті бір мечта шықты, ол менде осы камера. Мен осы камерамен ауырып жүрмін, 2-3 ай болды уже. Өте қатты алғым келіп жүр. Өзіме уәде бердім, ютубты қолға алып, жақсы жүргізіп, мен өзіме 1000 подписчикке жетсем, осы камераны аламын деп. Осы жылда менде 6 ай бар, 6 айдың ішінде мен тағы 200 адам емес, бір жақсы аудитория жинап, уже ютубқа кіргім келіп жатыр. Полностью қызықты контентпен, бірақ менде әлі аудитория жоқ. Менде, точнее, аудитория бар, бірақ қандай аудиторияға баратынымды білмеймін. Соны саралаймыз. Қазір мен проектімді тоқтаттым, жұмыс істеп жатқан ісімім. Сондықтан да менде тек қана қазір стажировка өтіп жатқан жұмысым. Мен өте надеюсь, что ол жақта мені жеп қоймайды ол жұмыс, потому что мен ол жақта долгосрочно жұмыс істегім келіп жатыр. И надеюсь, у меня получится, потому что ниетім сондай, ұзақ уақыт жұмыс істеп, ол жақтан да опыт алғым келіп жатыр. И творчеством, да, потому что ол творческий жұмыс емес, да, творческийдің бір, даже не пахнет творчеством там. Но жұмыс істегім келіп жатқан жер болғандықтан өзіме деп цель қойдым. Сол жақта жақсы, қысқа дейін, қыстан кейін де уақыт бар, жазға дейін, келесі жазға дейін, 1 жылдың ішінде, может быть, жарты жыл хотя бы, мен еш жерде 3 айдан артық жұмыс істемеген. Вот акимат қана шығар, акиматта вот істеп келе жатқаныма уже довольно 7 айдай болып қалды ма. Басқа еш жерде мен ұзақ жұмыс істемеген. Максимум менің потологым 2 айда. И я хочу, типа, осы жерде біраз жұмыс істеуге. Барлығы болады деген үміттемін, өзіме надеждам өте көп енді әрине. И надеюсь, у меня это получится. Менде қазір влог бітпейді. Бүгін бізде қазір посмотрға менде тағы посылкаларым келді. Посылкаларды алып кетуіміз керек. Сол жаққа барам. Кешке менде осы жаңа бір ұсыныс түсті деп айттым. Сол ұсынысты тыңдауға барамыз. Сол кісімен сөйлесуге кешке барамын. Ол кісі қазір Түркістанда емеспін де, сондықтан да кездесе алмай қалдық. Сол кісі келгеннен кейін сол кісімен кездесуге барам. Вот сондай, вот өзіме деген үміттер, өзіме деген ожидание өте көп, әрине. Бірақ та кейде өзіме қатты көп ожидание қойып қоямын да, болмай қалады ғой, істей алмай қалам, өзіме қатты разочароваться етемін. Осы алған проектімде мен өзіме қатты көп
өзіме көп жұмыс алып қойдым да, көп нәрсе алып қойдым өзіме. А на деле я поняла, что я еще не дотягиваю до этого уровня, что я еще не могу так. И мне стало обидно за себя и за тех людей, которых я дала обещание. Мен ол кісілерге я істелам деп айтқан жоқпын, я істейік деп айттым. Бірге мен ол кісілерге әрине мен істей алмайтын нәрсемді істей аламын деп айтқан жоқпын. Мен бұл нәрсені істеп көрмегенмін, бірге бастайық, бірге істейік деп айтқанмын. Бірақ та ол жерде мен уже екінші рет менде болмай жатыр да. Мен мартта жүргізгенмін, сосын тоқтатып тастадық, сосын қайтан осы неде алдым, жазда алдым, қайтан бітіріп тастадық. Менде понимаю, что менде ол жаққа деген жетпейді, менің нем жетпей жатыр да. Неге? Энергиям ба, білмеймін. Негізі былай қарап тұрсаң, зарплатасы да менің алып жатқан өте күшті да. Бір сол жұмыспен істеп, мен мысалы басқа проекттерді жүргізбесем болады, акиматта да істемей қойсам болады. Зарплатасы өте жақсы жұмыс, өте жақсы, жайлы жұмыс, жайлы адамдармен жұмыс. Менің мысалы бастығым өте күшті кісі, ол жақтағы өзімде қайта жақсы көремін. Бірақ не получается. Даланың ыстығын айта алмаймын. Не деген ыстық ауа мынау. Мен доставкаларым келді. Бәрі емес әрине. Менде утюжок жоқ еді. Точнее, плойка. Самый обычный, удобный, осындай локондар. Прям әдемі шығады, күшті шығады. Сосын екінші зат, бұл бізде Камбоджа. Мен алдын бұл видеоға барған кезімде, мен түсірдім бұл видеоблог білмеймін. Біз Камбоджа алғанбыз, попробовать етуге бір штугын. И маған ұнап қалды ол нәрсе. И мен өзіме алдым. Бұл просто дополнительный, как энергетик. И дәмі мен манго маракуя дәмімен алған ғой. Күшті, енді айта алмаймын. Бірақ манго маракуя Каспийде жоқ екен. Ананас бар екен. Ананасын жақсы көремін. Сосын алып көрдім. Надеюсь, тәтті болды. Я сейчас на работе сижу, я смонтировала влог, на этом я его заканчиваю. Всем спасибо за просмотр.